Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін біздің жасайтынымыз сәукеле. Етна сәукелеге ұқсайды. Бұл енді басқа спектакльге арналып жасалынып жатыр. Жұмбақ қыз деп аталатын спектакль біздің опера балет театрында осы 20 октябрьде премьерасы болады. Сәукелемізді бастамас бұрын мен сызып қойдым былай бастырып. Мына ұзындығымыз бізде 54 сантиметр. Мына ұзындығы 54 сантиметр. Одан кейін мына астындағы басқа келетін жері 8 сантиметрге высотада. Биіктігі 8 сантиметр болды. Осы жерде бізде мех тері жүннен болады. Одан кейін осы точкадан, мына точкадан биіктігі, мысалы үшін, мына жерден биіктігі 27-да 7 сантиметр. Бұлай мына точканы сол мына точкаға дейін қосамыз. Ол точканың ара қашықтығы бізде 12 сантиметр. Міне, көрдіңіз бе, 12 сантиметр. Осыған дейін қосасыздар. Ары қарай мынау параллельно түзу болып кетеді. 15-та 5 сантиметрге дейін высотасы. Жалпы ұзындығы мына точкаға дейін 18 сантиметр. Біз мына ортасын қалдырамыз 18 сантиметр, а екі жағынан 3 сантиметр алып тастаймыз. Мына жерде 3 сантиметр алып тастаймыз. Сол кезде 15-те 5 қалады. 2,5-3 сантиметр алынады. Сонда бізде 15-те 5 қалады. Бұл жалпы бұл артқы жағы, біздің сәукелеміздің арты. Мына артқы жағы болады. Осы жері болады. Ал мынау алдыңғы жағы, енді міне қарасаңыздар, алдыңғы жағының формасы мынаған келеді, бірақ артқы жағы кішкене кішіректеу болады. Қатты бұлай конус болып кетпейді. Алдыңғы жағы кішкене көбірек болады. 5 сантиметр міне, мына түзу параллельді жіберсеңіздер, мына сызықты турағып жіберген кезде. Алдыңғы жағы 5 сантиметр алдына қарай шыққан. Артқы жағы 3,5 сантиметрге аз ғана шыққан. Мына точканы, мына 8 сантиметр, мына мех тұратын жерді, сол 8 сантиметр бәр жерде қалады. 8 сантиметр. Осы точкадан біз мына точкаға дейін, мына 27-та 7 тоже осы жерде қалады, бұл екінші жағында да. Сол 27 точкаға дейін прямо сызамыз, түзу ғып сызамыз. Болды. Алдыңғы жағы бізде кішкене басқашалау болады. 8 сантиметрге дейін биіктікте келеді. Одан кейін 10 сантиметрге дейін, мына 10 сантиметрге дейін точкалап аламыз. 10 сантиметрге дейін. Мына алдында 4 сантиметрге шығады. Мына түзу сызықтан есептеген кезде мына алдынан 4 сантиметрге шығып тұр. Соның точканы мына точкамен қосамыз. Одан кейін мына 27-нің точкасы бар ғой, алдында айттым ғой мына жерге. Мына жерде 9 сантиметр. Мынаның ені, мойны. Енді осыны мынаған бетіп қосып салам. Осылай қосып саламыз прямо. Сол кезде бізді алдыңғы жағы кішкене доғаланып, прямой кетпейді, кішкене доғаланып барып қосылады. Ары қарай мынау параллель кетеді, параллельно. Бізде мына жерде 11 сантиметр. Артқы жағы мынау сияқты 15-та 5 қой, мына жерде. 15-та 5, мына екеуі бір-біріне параллель. Енді мынау соған жалғанады. Сол жалғанған жеріміз тоже 15-та 5. Осы точкамен, мына точканы бүйтіп қоса саламыз. Мына 11 сантиметр. Болды. Бізде мынау, жаңағы ұмытып қалмаңыздар, мына жерге дейін 27-да 7 сантиметр. Осыны енді кесіп алып, фетрден, искусственный фетрімізден кесіп алып жасай береміз ары қарай. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Не біткен кездегі түрі осылай. Алдында жасаған сакске ұқсайды.
Сәкіске формасы осындай болған бізде. Төбе жағы жіңішке болған. Біздікі енді басқашалау. Қалыңырақ. Көрдіңіз бе? Екі түрлі. Мен сәукелемізді уже кеу қатты. Енді біз мұны қаптаймыз. Дайындап қойды. Алдыңғы жақтарын бүйтіп кесіп тастаймыз. Бұл бізде нәзіктің тойға киетін сәукелесі болады. Көрдіңіз, арқасы чуть-чуть қана бүйтіп шығып тұр. Ал біз екі құлақшасы салпыншағы. Енді бұның астына бізде мынандай мехтан, қазір осындай мехтар шығып жатыр. Искусственный жасанды. Осыны біз кішкентай қылып осылай жасаймыз. Аяқ жағында тұрады. Одан кейін киімінде мынандай тесма қолданған, соны бір жеріне қолданып жібереміз. Мынандай дайын темірден жасалған осыларды қолданамыз. Мельхиор. Мынаны қолданамыз. Арасында бусыларды, мынандай бусылар бәрін қолданамыз. Мынандай костюмдері осыны кестіреміз. Мынандай ішіне поролон салып істедім. Енді мынаны бүйтіп шығам. Сол кезде